қаңтар айынан бастап біз мониторинг жүргізіп жатырмыз. Қыста айына 2 рет 3 рет шықтық, кейінгі кездері әр апта сайын шықтық, бірақ әр кезде бақылап жатырмыз. Сонда көргеніміз, ана 2 түр бар екен, олар личинка күйінде қыстап шығады. Бірақ олардың бізге зияны айтарлықтай жоқ. Ұшады, адам назарына аударып, бірақ талап атқан олар емес. Сондықтан оларға біз тиіскен жоқпыз. Күтіп жүрміз, бізде қауіпті 3 түр бар. Қауіпті бар. Біз солардың шыққанын күтіп жүрдік. Міне қазір ана Балтакөл жақта соның 3 түрдің біреуі қазір ұшуға дайын тұр. Ол қандай мөлшерде ұшады? Дәріледік, іштемесін жіберген жоқпыз, бірақ айттым ғой, 100% ешкім оны қарсы ала алмайды. Ол қаншасы шығады? Қазір айту қиын шыққан кезде білеміз. Бірақ қиын болған кезде, қалың болған кезде есімде былтыр бір рет мен 2 минуттандай бізде сачок деген болады. Сонымен 3200 шіркей ұстаған 2 минутта бетімізде сеткі бар, әрине қолғап бар. Содан кейін біз дәрілеп өттік, төмендеді. 200-ге шейін, 300-ге шейін төмендеді. Халық айтады, сендер дәрілегендердің пайданы әлі жүріп ғой дейді. 3200 қандай, 200 қандай мысалы. Айырмашылығы бар ғой. Сондай болады нәтижесі. Көп жағдайда. Негіз факторына өзеннің режимі өзгерді. Кезінде мына Шардара 5 миллиард куб су жинайтын. Биыл 4 миллиард 701-ден 4 миллиард 800 миллиондай жинады. Енді ана Көксарай 3 миллиардқа жобаланған. Биыл 1,5 миллиард жинады. Сонда бұрынның режимі қандай? Жаңағы Шардардағы су біткенше Күрішкені басқасына жібереді, 1,5-2 айда судың деңгейі күрт түсіп кетеді. Қазір Шардарамен ана екеуі бірін-бірі толықтырады. 1,5 ай емес, 3,5 айға шейін созылады. Сол бір. Екіншіден ана шіркейдің балалайтын жұртсатын ауданы ұлғайды, өйткені су көбейді ғой. Мысалы бұрын 1 квадрат метрге жасалса, қазір 3 квадрат метрге жұртқа салатын мүмкіндігі бар. 1 квадрат метрге томарға қонатын болса, қазір 3 квадрат метр жерде томарға қонатын мүмкіндігі бар. Осындай көптеген жағдайлар қосымша пайда болды. Сөйтіп шіркейдің дәуірлеп кеткен сол. Өйткені тіпті ешқандай ғылыммен айналыспай-ақ, ана 2011 жылы Көксарайды қолдануға берді, 12 жылы жазында бұрқ ете қалды. Мен содан бері шіркей жыл сайын. Бір жылдары сәл төменірек, бір жылдары сәл жоғарырақ, бірақ бір жолдар жоқ болған жылы жоқ. Былтыр ондай мүмкіндік болған жоқ, биыл мониторинг жүргіздік. Анау қаңтардан бастап. Апта сайын, 10 күн сайын келіп қарап жүрміз. Дамудың қай жерден жатты? Жұмыртқадан қашан шықты? Бірінші стадионнан қашан, екінші стадион. Соның ең алғашқы легін біз ұстап қаламыз. Ары қарай ешқандай есепсіз құя беруге болады. Өйткені оларда шілденің басына шейін, немесе маусымның аяғына шейін ол ұша береді. Жұмыртқа сала береді, көбейе береді. Сондықтан біз оған шейін тоқтатпауымыз керек. Егер мысалы қолайлы жол болып біздің ісіміз іске асып, әрекеттеріміз іске асып, шіркейдің саны төмендеп кетсе, біз тегіннен суға бәрі қоймаймыз. Ақшаны бекер шығындамаймыз. Бірақ бәрі жаңағы нақтылы жағдайға байланысты болады, ситуацияға байланысты.